Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода мен 2022 жылғы өзгертілген көрсеткіштер жайлы айтамын. МРП, яғни айлық есептік көрсеткіш. Айлық есептік көрсеткіштің зейнеткерлер үшін, сонымен қатар болашақ зейнеткерлер үшін қалай әсер етеді, сол жайлы айта кетейін. 2022 жылдың 1 сәуірінде жаңа өзгеріс болды. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл, санкциялар, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлықтық есептік көрсеткіш ретінде 3180 теңге болды. Ал бұрын бұл сома 3063 теңгеге тең болған. Бұл болашақ зейнеткерлер үшін, егер де сіздер соңғы 3 жылдық табысыңызды осы 3063 теңгемен көрсеткен жағдайда, бұл сіздерге табыс көзі жеткіліксіз болады. Ал зейнеттегі кісілер үшін бұл жақсы жаңалық, сіздердің зейнетақыларыңыз тағы 4%-ға көтерілді. Келесі, жалақының ең төменгі мөлшері ретінде 60.000 теңге болады. Сонымен қатар мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері 20.191 теңгеге тең болады. Бұрын бұл сома 19.450 теңгеге тең болған. Базалық зейнетақыны әрбір зейнетке туған кісі алады. Бұл кепілді сума. Егер сіздің стажыңыз болмаса да, табысыңыз болмаған жағдайда берілетін сума болып табылады. Келесі, зейнетақының ең төменгі мөлшері ретінде 48.32 теңге болады. Бұрын бұл сума 46.302 теңгеге тең болған. Зейнетақының ең төменгі мөлшерін, егер сіз Совет үкіметі кезінде, яғни 98 жылға дейінгі стажыңыз болған жағдай, сонымен қатар базалық стажыңыз болған кезде қазақстандық алынатын сума, бірақ табысыңыз жеткіліксіз аз, орташа шамада болған кезде төленетін сума болып табылады. Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 37.389 теңгеге болады, ал бұрын бұл сума 36.018 теңгеге тең болған. Есептік көрсеткіштің, яғни МРП-ның өскені тиімді ме? Иә, тиімді. Ол зейнеткерлер үшін өте жақсы жаңалық, себебі олардың зейнетақылары тағы да 4%-ға көтеріледі. Екіншіден, тиімсіз, себебі болашақ зейнеткерлер, сонымен қатар декретке шығатын аналар өздерінің табыс көздерін жеткіліксіз болып қалады, себебі МРП көтерілгені олардың табыстарын максималды сумаға жетпейтіндігін айтады. Үшіншіден, тиімсіз, себебі бар жоғы 4%-ға көтерілген. Мысалға келтіріп кетсек, сіздің зейнетақыңыз, ынтымақты зейнетақыңыз 74.900 теңге дейлік. Оны 4%-ы 2.992 теңгеге тең. Ал базалық зейнетақыңыз 26.654 теңге болса, 4%-ға көтерілген сомасы не бары 1014 теңгеге тең. Сонда қорытындыда 4010 теңгеге ғана көтерілген. Қазіргі экономикаға қарағанда азық-түлік, сонымен қатар дәрі-дәрмек бағасы 20-30%-ға көтерілгендіктен бұл сума өте аз болып табылады. 2022 жылдың 1 сәуірінен кейін зейнетке шығатындар үшін маңызды ақпарат. Сіздер үшін максималды есепке алынатын табыс ретінде 146.280 теңге болып есептелінеді, ал бұрын бұл сума 140.898 теңгеге тең болған. Яғни сіздер 3 жыл қатарынан 146.280 теңгеден табысыңызды көрсеткен жағдайда сіздің зейнетақыңыз, яғни ынтымақты зейнетақыңыз максималды сумаға жетеді. Келесі, максималды 3 жылдық табыс ретінде 5.266.080 теңгеге тең болды, ал бұрын бұл сума 5.072.328 теңгеге тең еді. Ал НПФ-тен алынатын зейнетақы үшін сіздерде зейнетақы қорында 576.384 теңгеден кем ақша болмау керек. Егер де бұдан кем болғанда, сізге зейнетке шыққан кезде НПФ-тен бірден қолыңызға береді. Ал егер де 576.384 теңгеден жоғары болғанда, сіз НПФ-тан үшінші зейнетақы түрі ретінде бөліп алынатын боласыз. Сонымен қатар 50%-ын қолдануға рұқсат берілген. Ал бұрын бұл сума 555.624 теңгеге тең болған. Болашақ зейнеткерлер үшін айтатын 3 кеңесім бар. Біріншіден, құжаттарыңызды ертерек әзірлеу қажет. Ол дегеніміз құжаттардағы көрінбеген мөрлерді, түзетулерді, сонымен қатар әріптерін кете кеткен жерлеріне архивтен анықтама алып, ертерек әзірлеу қажет. Екіншіден, 3 жылдық табысыңызды заңды түрде растау қажет. Яғни, зейнетақы қорына аударымдар жасап,
табысыңызды растап жеткілікті максималды суммаға жеткізу қажет. Үшіншіден, уақыт үнемді пайдалану қажет. Уақытыңызды зейнетке шығу үшін жарты жыл бұрын кемінде дайындалу қажет. Рахмет назарларыңызға. Мен каналыма қосылыңыздар. Сау болыңыздар.